Армысыздар, құрметті достар. Менің атым Серікбай Сырым, және бүгін біз түркі дүниетанымы атты хабарымызды жалғастырамыз. Түркі ойшылдарының философиясы. Абу Насыр Аль-Фараби әлемге әйгілі ойшыл, философ, социолог, математик, физик, астроном, ботаник, лингвист, логика, музыка зерттеушісі. Адамзат тарихында ғылыми ойдың үздіксіз даму барысында өзін танымақтың немесе жан қуаты туралы ойлардың қалыптасу жолдарын танып білу күрделі мәселеге айналып, бастан аяқ қарама-қарсы көзқарастардың өріс алуына түрткі болды. Адамның өзін танымақтық жөніндегі ілімнің алғашқы қадамы көне дүние философтарынан басталаса да, оны өз заманында ғылыми жүйеге түсіріп қалыптастырған Фараби еңбегі ерекше көзге түседі. Махмуд Қашғари, ұлы филолог. Махмуд Қашғари түркі халықтарының тұңғыш ұлы филолог. Ежелгі ауыз әдебиеті үлгілерін жинап зерттеуші ғалым. Оның толық аты жөні Махмуд ибн Хусайн ибн Мұхаммадин Қашғари. 11-ші ғасырда өмір сүрген ғалымның туған, қайтыс болған жылдары белгісіз. Қашғари, Талас, Шу өзендерінің бойындағы Баласағун, Барсхан кен қалаларына болған. Махмуд Қашғари Барсхан қаласында туған. Бұл қаланы Тұран әміршісі алып ер тоңғанның баласы Барсхан салдырған. Алғаш Қашғар қаласында, сосын Бұхара, Нишапур, Самарқан, Мер және Бағдат шаһарларында оқыған. Ерекше зейін қойып үйренгені түркі рулары мен тайпаларының тілдері, фольклоры, этнография, әдет-ғұрпы, наным-сенімі. Махмуд Қашғари осы мақсатын жүзеге асыру үшін бір жағы Жетісу, Хорезм, ал екінші жағы Еділ, Жайық, Қара теңіз жағалауына дейінгі түркі тайпалары мекендеген ұланғайыр өлкені аралап шығады. Соның нәтижесінде қыруар, көп тілдік, этнографиялық деректер, ауыз әдебиеті үлгілерін жинап алады. Сөйтіп, түркі тілдерінің жинағы өмірге келеді. Жүсіп Хас Хажы Баласағун түркі халықтары тарихындағы қайта өрлеу дәуірінің аса көрнекті ақыны, есімі күлі шығыс елдеріне мәшһүр болған данышпан ойшыл, атақты ғалым, белгілі қоғам және мемлекет қайраткері. Жүсіп Баласағун есімі кезінде шығыс пен батыс елдеріне орта ғасырдың атақты ғалымы, дәлірек айтсақ философия, риезиет, математика, тибби, медицина, феликият, астрономия, нужум, астрология, тарих, оперганс, тіл білімі, әдебиеттану, тағы басқа ғылым салаларын жете меңгерген ғұлама ретінде жақсы мәлім болған. Әйтсе де,
Жүсіп Баласағұнның есімін әлемге танытып, әдебиет тарихына мәңгілік өшпестей жазып қалдырған бірде-бір әдебиет туындысы «Құтты білік дастаны». İslam дәуірінің этикалық, моральдық, дидактикалық мәселелерін зор білгірлікпен жырлаған сөз зергерлерінің бірі Ахмет Югенеки еді. Ахмет Югенеки 12 ғасырдың орта кезінде өмір сүрген аса көрнекті ақын. Есімі кезінде бүкіл ұлан-ғайыр Қарахан мемлекеті түркілеріне мәшһүр ғұлама ақын болған. Ақынның туған жері Түркістан қаласының маңындағы Югнак деген елді мекен болса керек. Алайда Югнак деп аталатын қоныс басқа жерлерде де болуы мүмкін деген жорамалдар да бар. İslam дәуірінің атақты ақыны Ахмет Югенекидің бізге жеткен жалғыз туындысы «Ақиқат сыйы» деп аталады. Басқа түркі ескерткіштер сияқты «Ақиқат сыйы» да түркі халықтарының тіл тарихын, әдебиет тарихын, ондағы жанрлар және басқа да ерекшеліктер негізін, мысалы дидактикалық әдебиет көздерін ашып, олардың тамырын талдау ісінде таптырмайтын құнды мұра болып табылады. Оның қазақ тілі мен әдебиетіне қатысты тарихи маңызы туралы да осыны айтуымыз керек. Ахмет Югенекидің өмірі мен ақындық қызметі жайында мәлімет жоққа тән. Әйтсе де ақын дастанда өзі туралы кейбір деректер берген. Сондай-ақ дастанды ертеректе көшірген Хусни хатшыларына каллиграф шығарманың авторына қатысты мәліметтерді өз тарапынан қосып жазған. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі көріскенше сау саламат болыңыздар.